абай атамыз айтады, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Елімізді Аллах Тағала өзінің дәрежесінде құзырында қабыл еткен құлшылықтардың қатарынан, қабыл болған дұғалардың қатарынан Алла Тағала нәсіп етсін. Және бүгінгі жұма баршаңызға құтты да берекелі болсын иншалла. Бүгін сізбен біз Абай атамыздың 5 асыл іс деп айтқан едік. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс білсеңіз деп айтқан Абай атамыз. Осы Абай атамыздың осы сөзін төңірегінде сөйлеуіміз деп боламыз. Абай атамыз адам баласы үшін әрбір мұсылманның бойында болу керек болған 5 қасиетті осындай кішкентай ғана бір ауыз сөзге Абай атамыз сыйғызып жүрген. Талап, одан кейін еңбек, одан кейін терең ой, одан кейін қанағат рахым деген нәрсені айтады. Кез келген нәрсені бірінші талап етесіз, Алладан сұрайсыз, я Раббым, маған мынандай нәрсе керек, берші. Талап еткеннен кейін енді Абай атамыз айтады, тек қана Аллахның жайын, я Раббым, берші деп отыра беріп жарамайды. Одан кейін еңбектен береді Абай атамыз. Талап еңбек. Сол кейін сол еңбектің барысында терең ойлау керек, мен қалай Аллаға ұнайтын нәрсе істеп жатырмын ба, болмаса ұнамайтын нәрсе істеп жатырмын ба? Немесе Аллах Тағала сұрағанымды берді, сұрадым, азғантай еңбектен бердім, Аллах Тағала менің сұрағанымды берді. Енді сол беріп жатқан Аллаға мен дұрыс құлшылық жасап жүрмін ба, дұрыс емес құлшылық жасап жүрмін ба? Сол бүкіл әлемді жаратқан, сізбен бізді жаратып, сізбен біздің көкейімізге иман деген нәрсені беріп, сізбен бізге ақыл берген Аллах Тағаланы дұрыс танып жүрмін ба, дұрыс танымай жүрмін ба деген терең ой болу керек та. Одан кейін еңбектеніп терең ойлағаннан кейін, Аллах Тағала дүниені береді. Сол кезде адамға қанағат деген дүние керек болады екен да. Адамға қанағат деген дүние кететін болса, онымен бірге иман да кетіп қалады екен. Одан кейін адам рахым айналасына көмектесіп жүру деген нәрсені тағы да ойлап жүрді. Абай атамыз осындай бір нәрсені осындай қысқа ғана сөзге сыйдырып жүрген екен. Жалпы ислам діні сізбен бізді кемелдендіргісі келеді. Сізбен бізді жан-жақты болғанымызды қалайды. Ислам деген дін тек қана мешітке келіп намаз оқи беру емес. Ол адам еңбекке шақырады. Ол адамдарды алдамауға шақырады. Ол адамдарды арбамауға шақырады. Ол біреудің ақысын жемеуге шақырады. Ол ата-анаға құрмет көрсетуге шақырады. Ол өзінің қосақ қосқан жұбайына құрмет көрсетуге шақырады. Бұл дін ұрпаққа жақсы тәрбие беруге шақырады. Қараңыздар. Міне осындай дін. Аллах субхана ва тағала қасиетті Құранда былай деп айтады: «Инна Аллаха я'муру бил-адли вал-ихсани ва ита'i зил-қурба ва янха 'анил-фахша'i вал-мункари вал-бағи» деп айтады. Нахл сүресінің 90 аятында Аллах Тағала былай деп айтады: ақиқатында Алла әділдікті, қараңыздар, ең бірінші ақиқатында Аллах Тағала адамдардың арасында кез келген жағдайда әділдікті және ихсанды, ихсан дегеніміз жақсы іс істеу. Кез келген жақсы іс ихсан. Кез келген хайырлы іс ихсан. Ихсанды және ағайындарға қарайласуды бұйырады. Қараңызшы, ақиқатында Аллах Тағала үнемі әділ болуды және үнемі жақсылық жасап жүруді. Жақсылық жасаған кезде сол жақсылықты ағайын туыстан бастау керек деген нәрсені бұйырады. Ағайындарға көмектесіп жүруді Аллах Тағала бұйырады. Сондай-ақ арсыздықтан, жаман қылықтан сақтанып,
адамдарға зиян келтіруден тияды деп отыр. Асыздық және жамандықтан сақтанды, адамдарға титтей де болса да зиянын тигізбеуден сақтануды Аллах Тағала Құраннан сізден бізге бекітті. Міне сізден біздің мына ұсталып жүрген дініміз осындай. Осыған шақырады. Осыған бұйырады. Осындай болған дінді сізден біз ұстанып жүр. Ал пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады, мұсылман болып жеткілікті ризық несібесі болған және Алланың бергеніне қанағат еткен адам ол міне табысқа жетті деп айтады. Өзі мұсылман, альхамдулилля, бәріміз мұсылманбыз. Енді Аллах Тағала сізден бізге жеткілікті ризық несібе беріп жатыр. Оған да Аллаға шүкір. Енді осыған қанағат тұтып, үнемі шүкір еткен адамды, міне осы адам табысқа жетті. Осындай адам жетістікке жетті деп айтады пайғамбар алейхиссалату уассалам. Ал басқа бір хадисте пайғамбар былай жазады: адамдарға рахым еткендерге Рахман Алла рахмын төгеді деп айтады. Адамдарға рахым еткендерге, адамдарға көмектескендерге, адамдарға жақсылық істегендерге көктегі Аллах Тағала да оған рахмын төгеді деп айтады. Жердегі жаратылыстарға мейірім көрсеткендерге, жердегі әрбір жаратылысқа мейірім көрсеткенге Аллах Тағала мейірімін төгеді деп айтады. Тіпті біздердің кеше бабаларымызда жануардың өзіне, тіпті бір құмырсқаның өзіне зарарын тигізбе, оған зиянды тигізбе деген ұрпақ, қазақтың ұрпағымызды қараңыздар. Алла Тағала соны пайғамбар соған айтып кеткен ғой, тіпті жердегі жәндіктің өзіне зәбір тигізбе деген нәрсе. Зәбірлеме. Құмырсқа болсын, басқа болсын, ештеңеге зәбірді тигізбе деген пайғамбар осыған шақырады. Адам былай тұрсын, адам былай тұрсын. Тіпті кішкентай жәндікке. Ал басқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жер бетіндегілерге мейірім көрсетпейтіндерге Аллах тарапынан мейірім жоқ деп айтады. Жер бетіндегі әрбір нәрсеге мейірімділік көрсетпейтін болса, көктемде мейірім жүктеп қойсын дейді. Тіпті қараңыздар, қой соятын кезде, қой соятын сол бәріміз соның өзіне дейін тоқталған ислам. Қараңыздар, кімдеген қой соятын болса, қойдың көзінше пышақ қайрамасын. Қараңыздар, ана қойдың несін алу үшін ар жағынан қайрап келесін. Әдептілігі сол қой сою. Және ана қойды соятын кезде пышақтарыңды жақсылап қайрап алыңдар дейді. Ана қой сойған кезде қинамаңдар дейді. Ана өткен пышақтың ана азаптан өлтірмеңдер дейді. Әдемілеп жақсылап қайрап қойдың өзін сойған кезде қинамай бауыздаңдар дейді ислам. Қараңыздар, міне осындай болған. Міне сізден бізді осы нәрсеге. Енді жаңағы біз айттық, Абай атамыздың мынау сөзінің айналасында сөз өтеміз. Абай атамыз айтады, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Ес, асыл іс, Аллаға ұнамды іс. Асыл дегені Аллаға ұнамды іс. Ес, асыл іс білсеңіз. Міне осының төңірегінде сізден біз сөз өтеміз. Ең бірінші талап. Талап деген нәрсе адамның бір биік мақсат қоюы. Мақсат болмаған жерде адам дамымайды. Адам алдына мақсат қойған кезде, бір межені бағындырам деген кезде ғана адам дамиды. Мақсаты жоқ адам ол ештеңе істемейді, жүре береді. Сонда сізден бізде де бір мақсат болу керек. Сол намаз оқимыз. Намаз оқимыз Аллаға шүкір. Бірақ сол намаздың өзінің бір мақсаты бар. Біріншісі
Аллах Тағала парыз еткен үшін. Біріншісі. Екіншісі, жәннатқа кіру үшін де намаз оқимыз ғой. Біздің межеміз ең биік меже жәннат. Пайғамбарымыз тіпті былай деп айтады хадисінде. Алладан жәннат сұрасаңдар, сұрайды ғой, я Раббым, жәннатыңды нәсіп ет деген кезде Алладан жәннат сұрасаңдар, жәннатул фирдаусты сұраңдар. Жәннатул фирдаус дегеніміз жәннаттың ең шоқтығы ғой, ең шоқтығы, ең биік жері. Пайғамбарымыз хадисте айтады, сұрасаңдар деген сұраңдар дейді, биікті сұраңдар. Сонда сізбен бізде алдыңызға мақсат қойған кезде, талап қойған кезде, қою керек қой, қаяқтан істей алмай қой деген нәрсе жоқ дейді. Қой талапты. Талапты қойды, соған енді не істейді? Еңбегі. Қазақ айтады, талапты ерге нұр жауар дейді қазақ. Талабы бар ерге нұр жауар. Талап еткен кезде ғана нұр жауар. Талап еткен кезде ғана сіз ұмтыласыз. Мақсат қойған кезде ғана, үлкен нәрсені мақсат қойған кезде ғана сіз ұмтыласыз. Сіз жетістікке жетесіз. Сол кезде ғана. Ал талап жоқ адамнан одан ештеңе шықпайды ғой. Сондықтан Абай атамыз бірінші осы нәрсені айтады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисте былай деп айтады. Өзге пайдалы нәрселерге ұмтыл дейді, қараңызшы. Өзге пайдалы болған әрбір нәрсеге қарай ұмтыл. Алладан жәрдем сұра, дәрменсіздік танытпа дейді. Бірдеңеге талап қойдыңыз ба, соған ұмтыл. Енді сол жолды жеңілдетуді не істе дейді? Алладан сұрап, я Раббым, ниет еттім осы нәрсеге. Осы нәрсені маған жеңілдетші, я Раббымды сұрады. Ешқашан дәрменсіздік танытпа дейді ғой пайғамбарымыз. Дәрменсіздік танытпа. Ол қайда? Ондай бола алмаймыз-ау деген нәрсені қой дейді. Қолымнан келеді, мен істеймін деген нәрсе болуы керек. Ал соны Абай атамыз айтады, ондай болу қайда деп айтпа болу сүйсеміз деп айтады. Ондай қайықтан оларға жете алмаймыз ғой деген нәрсе жоқ дейді. Егер шын сүйсең, ондай болу қайда деп айтпа дейді. Керісінше білегіңді түрде сол бір нәрсеге кіріс. Осылай деп пайғамбарымыз талап жасап, еңбектен. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай нәрселерге сахабаларын үйреткен, сұрайтын болса, үлкен межелерді, үлкен жетістіктерді жеткізуді сұрайды үйреткен қасындағы сахабаларына. Одан кейінісі, енді біздердің неғыларымыз осы жерде, қараңызшы, Алладан сұраймыз бірдеңе. Я Раббым, маған осындай бір керемет үй берші. Ойдақтар сұрайды, я Раббым, маған бір салихалы, ата-анама құрмет көрсететін, маған мағынат бір жар берші деп сұрайды ойдақтар. Үйленгендер, я Раббым, мені сыйлайтын, ертең өскен кезде менің қолымдағы жұмысты алатын, мені құрметтейтін ұрпақ берші деп сұрайды. Сұрап ғой, талап етіп жатыр енді. Бірақ еңбегіне келген кезде көпшілігіміз артқа береміз да. Жаңағы зәулім үйге жету үшін салихалы, Аллаға бағынатын, ата-ананы құрметтейтін жар таңдау үшін, салихалы ұрпақ тәрбиелеу үшін бірінші өзіміз еңбектену керек қой. Өзің көшеде домаланып арақ ішіп жүрсең, аузыңнан темекі түспейтін болса, аузыңнан боғауыз түспейтін болса, екі сөзіңнің бірі боғауыз болса, салихалы жар қаяқтан жолығады. Қазақ айтады ғой, өзің қандайсың, сондай жар нәсіп дейді Аллах Тағала саған. Өзің шайпауыз болсаң, шайпауыз жолығады. Сосын жүресің да, мен не жасап қойдым, маған мынандай жар нәсіп дейді. Ал ана ұрпағымызды тәрбиелі болу үшін өзімізге келтір, өзіміз тәрбиелейміз, Аллах Тағала салихалы жар нәсіп етеді, өзіміз дұрыс болсақ.
Ол сол салихалы жар ана ұрпақты. Өйткені Аллах Тағала сол салихалы жар деген нәрсені Құранда былай деп айтады. Олар сендердің егіндіктерің деп айтады Аллах Тағала айенде. Олар сендердің егіндіктерің қай жағынан кірсеңдер де өздерің білесіңдер деп айтады. Егіндік деп Аллах Тағала сипаттайды айенде. Неге? Өйткені жер құнарсыз болса, жерде құнар болмаса, ол жерге ең қымбат ұрықты әкеліп ексең де одан ештеңе шықпайды да мысалы. Қажет қылған жер құнары деген мағына. Міне, сонда еңбек деген нәрсені үйренеді. Абай атамыз талаптар бар, енді сол талабының жолында еңбектер дейді Абай атамыз. Алладан бірдеңе талап етті да, енді сол жолда еңбектер. Ал Аллах Тағала мынау Жұма сүресінде былай деп айтады, қашан Алланың азанын естіген, Жұманың азанын естіген бүкіл саудаларында жасап жатқан сауда кәсіптеріңді жинастырып қойыңдар да Алланы еске алу үшін Алланың үйіне қарай барыңдар деп айтады. Жұманың азанын естіген кезде бүкіл сауда, сатта істеп жатқан жұмыс баршасын жинастырыңдар да Алланы еске алуға барыңдар. Қашан жұманы өтеп болған соң, намаз өтеген соң жер бетіне тараңдар дейді Аллах Тағала. Жұма намазы өтеп болғаннан соң жер бетіне тараңдар да Алланың сендерге шексіз шарағатымен берген ризық несібесін теріңдер дейді ғой. Жұманы оқып алды, намазы өтеп алды, енді естіңдер дейді, Алланың сендерге шарапат беріп жатқан ризық несібесін табу үшін жер бетіне қарай тараңдар дейді. Еңбектеніңдер дейді, Алланың өзі Құранда осылай деп айтады. Жатып шер деген нәрсе болмайды. Еңбек ету керек деп айтады. Мына Абай атамыз солай айтады. Еңбек ету керек деген нәрсені айтады. Ал қазақ соны еңбек етсе ерінбей, аяғын байытып, тіленбей деп айтады. Демек еңбек етсе ешкімнен жалтақтай ешкімнен сұрай бермейсіңдер, қанағыңды нан емес деген нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйінде мешітте отыр еді, бір сахаби келді. Бір сахаба келді, я Алланың елшісі, қатты мынау жоқшылықтан қатты қиналдым, қажып кеттім дейді, маған бір садақа беріңізші. Маған бір садақа бересіз ба деп сұрайды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, үйінде не бар дейді. Қараңызшы, үйінде қолға ілмейтін не бар дейді. Сол кезде айтады, үйде бір төсенішім бар дейді. Жартысын төсейміз, жартысын үстімізге жабылып жатамыз дейді. Және су ішетін бір тостағаным бар дейді. Осы екі нәрсе бар. Қараңыздар. Деп пайғамбар садақа бере салған жоқ, сағанша. Ондай болса дейді, сол үйіне барған, сол төсенішімді және тостағанымды алып келіп маған дейді. Анасы алып келеді, пайғамбар базарға шығарып айтады, мынау төсеніш менен тостағанды сатып алатын адам бар ма? Бір кісі тұрады, мен сатып аламын, бір дирхамға. Дирхам деген алтын ақша. Бір алтын ақшаға сатып аламын. Одан да көп керек бар ма? Бір кісі тұрады, мен 2 дирхамға сатып аламын. Сол кезде пайғамбар соны, төсеніш менен тостағын 2 дирхамға сатады да ана кісіні шақырады. Мынау 1 дирхам, осыған үйіне бала шағаңа жейтін бірдеңе алдым. Ал мынау 1 дирхамға барды, балта сатып алды. Қараңызшы, балта. Сөйтті, балтаны сатып алды, маған алып кел дейді. Анау кісі 1 дирхамға барды да үйіне азық түлік алады. 1 дирхамға балта сатып алды, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өз қолымен саптап, әлемде қолына кетті. Мынаны алды, 15 күн менің көзіме көрінді. Барып отын шапты, адамдарға сап күн өтті. Қараңызшы,
Үйінде бір төсенші, бір тостағаны бар адамға осындай нәрсе десе бар. Сенің жағдайың өте қиын екен, жақсы мәтін санаға ие салады ғой. Егер сөйтетін болса, анау соған үйреніп алар еді. Болса, еңбектен деп тұр ғой. 15 күн менің көзіме көрінбе дейді ғой пайғамбар. 15 күннен кейін келеді. Не істедім дейді? 15 күнде 10 дирхам ақша таптым дейді. Сол кісінің жағдайы солай кейін түзеледі. Қараңыз. Міне біздің дін жағдай береді. Қазақ соны айтады, балық берме, қармақ бер деп айтады. Анау бір мұқтажға дұрыс көмектескен үлкен сауапты іс. Бірақ ол отбасыға құр азық-түлікті апарып бере бергенде пайда жоқ та, ол соған үйреніп алуы мүмкін. Ден үйреніп алуы мүмкін. Сәл қинаса не істейді? Жәзінде жемістан апарып бересің. Одан көрі ол не істейді дейді? Қармақ бер. Еңбектенуге үйрету керек те оны. Одан көрі көпшілікке жиналып есігінің алдына 4-5 қойын, сиырына құйған сүтін сал, сат, майын салып, солай көмек деген нәрсені үйрету керек қой. Қараңыздар, міне ислам діні, Абай атамыздың талап, еңбек деген осы. Одан кейін айтады, терең ой. Адам терең ой дегені тәфәккүр. Адам баласы үнемі терең ойлану үстінде жүру керек қой. Өйткені Аллах Тағала Құранда өте көп жерде сендер сонда да ойланбайсыңдар ма? Сендер ой жүгіртпейсіңдер ма? деген нәрсені Аллах Тағала өте көп Құран аятында айтады. Демек, ойлану адам баласын жақсылыққа қарай жетелейді. Аспанға қараңыз. Аспанға қарасаңыз, аспанда Алланың құдіреті жеткілікті. Жақсы, оған бас көтеріп қарау қиын болса, басымызды аспанға көтеріп қиын болса, өзімізді тұла бойымызға қарайық. Алланың нығметтері, Алланың белгілері жеткілікті. Мынау өзімізге қарайық. Аллах Тағала қандай керемет қылып, денемізді үйлесімді жаратқан ғой дейді. Керемет үйлесімді да қараңыз. Аллах Тағала керемет бейнеде жаратқан бізді. Ойлаңыз дейді, қараңыз. Мынау қол. Осы қолдың орнында аяқ жаратылған кезде, аяқтың орнында қол жаратылған кезде қандай мақсат болады ойлаңыз. Ойлаңыз. Қолдың орнында аяқ, бірақ аяқтың орнында қол болған кезде, елестетіп көремізді бір түрлі да. Аллах Тағала олай жаратқан жоқ бізді. Дәл ретменен әмин ұрып жаратқан. Міне, Алланың осындай бір жаратылыстары туралы терең ойлану. Ал осы терең ойлану, ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның және пайғамбарымызға дейін бүкіл пайғамбарлардың істеген ең үлкен ғибадаты осы болған ғой. Тәфәккүр жасау, ойлану. Не үшін жаратылды? Қараңыз. Адам баласы терең ойлану үшін мынау 3 сұрақты өзіне қойсын. Біріншісі, мен қайдан келдім? Соның жауабын тауыңызды сосын. Мен қайдан келдім? Және мына өмірге не үшін келдім? Және мына жақтан ертең қайда барамын деген. Осы 3 сұраққа жауабын тапсақ бармай жеткілікті деген сұрақтар үшінші. Қайдан келдім? Не үшін келдім? Және ертең қайда барамын? Осы 3 сұрақтың жауабын өзіміздің ойымызды тапсақ керемет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Аллах Тағала былай деп айтады: "Қул иннама у'идукум бивахидаtin ан тақуму лиллахи мата фурада сумма татафаккарун." Ва Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам оларға айт. Құл. Оларға айт. Кімдерге?
барша мұсылмандарға және сахабаларына айтты. Сендерге барлығы бірақ қана насихат айтамын дейді Аллах Тағала. Қараңыздаршы, Құранда. Оларға айт, не деп? Сендерге бірақ қана насихат айтамын. Естеріңді жинаңдағы, мейлі жұптасып, мейлі оңаша қалып, Алла үшін шынайы көңілменен тафаккур жасаңдар. Ақыл салып ойланыңдар дейді Аллах Тағала. Насихат. Алланың Құрандағы сізбен бізге жасаған насихаты. Бірақ насихат айтамын дейді Құранда, осы аятта. Не деген кезде, не үшін жаратылды? Алланың жаратылысын зер салып, ақыл салып ойланыңдар, тафаккур жасаңдар, ой жүгіртіңдер. Ойда, ой жүгір деген нәрсе. Абай атамыз айтады, кім жүрер тіршілікке көңіл бермейді. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермейді. Бақи қоймас фәнидің мәнін көрмейді. Бақи түгілі мынау фәнидің өзіне мән бермей жүреді деп айтады Абай атамыз. Міне қайда екенін біле алмассың, терең ойдың терміліп соңына ермейді дейді ғой. Мән беріп жете алмайсың. Неге? Терең ойдың соңына түспейді дейді Абай атамыз. Терең ойланбай, не үшін жаратылғанымызды. Ертең бұның бәрінің есеп қысабы бар екенін, Аллах Тағала не үшін бізді жаратқанын ойланбайтын болсақ, сіз бен біз мынау пәни дүниенің бір уақытша екенін ешқашан мәніне бара алмаймыз. Міне сіз бен бізді Абай атамыз айтқан осындай нәрсе. Одан кейінгісі қанағат, одан кейінгісі рахым. 5 асыл. Әрбір Аллах Тағаланың Құранында да әрбір мұсылманның қолында болу керек қасиетті Абай атамыз осындай бір өлең шумағыменен жеткізіп кеткен ғой деймін да. Қараңыз, Абай атамыздың екі қатар сөзін қазір жарты сағат уағызып айттық та. Қысқартып. Қараңыз. Талап еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой. 5 асыл іс. Білсеңіз деп Абай атамыз кішкентай ғана шумағы біз жарты сағат уағызып айттық. Сол кезде уақытында біздің бабаларымыз осындай қысқа ғана нәрсенің өзін терең түсіне алатындай дәрежеде қабылдай алғанда, қазір біз бұны 3-4 кластың балаларына жаттатып жоқ қой, бірақ олар оның мағынасына барып жатқан жоқ та олар. Негізі бұл нәрсені Абай атамыз сіз бен біз сияқты ақыл тоқтатқан адамдарға айтқан ғой негізінде. Біз оны кішкентай балаларға жаттатып қойғанбыз, оларға талаптың да, қанағаттың да, терең ойдың да мәніне де мағынасына да барып жатқан жоқ. Кішкентай түгілі кейде үлкендеріміздің өз мән бермей жүрген дүние ғой. Аллах Тағала жақсырақ біледі. Сонда міне қараңыздаршы, исламның кереметі жағынан қол жайып отырған Әли деген сахаби болады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы. Бір күні үйінде жетім іштеңке қалмай қалады ғой. Іштеңке жоқ. Көшеге шығады. Көшеге шықса, андай жерде бір Яхуди деген өзге дін өкілі. Құдықтан қойларына су алып, суғарып жатыр екен де, Әли барады да айтады анаған. Кел, мен саған құдықтан су алып, қойларыңды суғарып берем, әрбір шелекке бір құрмадан беріп отырасың ғой. Қараңызшы. Әшімде піспейді, ана құдықтан тартады былайдан. Сонымен 10 шелектей су алып, ана нелеріне қойларын суғарып береді де, 10 құрма алады. 10 құрмаға осылай еңбектенер ана кісі. Сөйтеді де, қараңыздаршы, ананы жемейді ғой. 10 құрма. 10 құрманы бір адам жай жеп қояды ғой. Жемей, пайғамбарға апарады, ауыз тигізеді. Я Расулаллах, мынау менің еңбегіммен, маңдай теріммен тапқан дүние. Ауыз пайғамбардан бір екі дейді, отбасын бөлісіп дейді, қараңыздаршы. Міне осындай еңбектенуге шақыратын. Үйде жатып алуға болмайды. Еңбектен. Қазақ бекер айтпайды ғой. Есегіңді жусаң да
мал тап деп айтады да, адал жолмен тұрыңыз, адал жолмен еңбектеніп болса да мал тап дегенді үйретеді. Аллаху алейм. Аллах тағала жақсылап береді. Субханаллахи ва бихамдихи, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.